Қазақстан 2030 жылға қарай су және жер ресурстарын қалпына келтіреді. Ол туралы бүгін Астана 6-шы экономикалық форумда еліміздің қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Қаппаров мәлімдеді. Шараға қатысқан шетелдік сарапшылар мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың жасыл экономикаға көшу тұжырымдамасына жоғары баға беріп отыр. Бұл ретте жасыл модернизацияға жыл сайын ұлттық жалпы ішкі өнімнің 2%-ын құрайтын инвестицияларды жолдау да қарастырылған. Алқалы жиында мамандар жасыл экономикаға өту тәжірибесімен қатар көкейкесті мәселелерге кеңінен тоқталды. Сонымен қатар қоршаған ортаны қорғау министрі еліміздің ауыл шаруашылығы саласына ерекше көңіл бөлу қажеттігін жеткізді. Өйткені фермерлер заман талабына сай заманауи техникалармен жабдықталмағандықтан, сондықтан мүмкіндіктері шектеліп отырғандығын тілге тиек етті министр. Осы саланы түбегейлі дамыту үшін Қазақстанға шетелдік инвесторларды тарту көзделіп отыр. Жасыл модернизацияның экономикалық қайтарымы тиімді болмақ. 2030 жылға дейін біз 400-600 мың жаңа жұмыс орнын құрып, 2050 жылға қарай жаңа даму моделіне өтпеген жағдайда болжанған жалпы ішкі өнім көлеміне 3% өсім қоса аламыз. Әртараптандырылған жасыл экономика аймақтың дамуды толықтай қамтамасыз етеді. Дағдарыс кезінде жасыл экономикаға көшу өте маңызды да тиімді. Ол біздің экономикамыздың өсуіне өз үлесін қосып, елдеріңіздің әлеуетін бәсекеге қабілетті етеді. Еуропалық инвестициялық банктың басты мақсаты осындай тың жобаларды қаржыландыру. Біз тек Еуропада ғана емес, басқа елдермен де етене араласуды көздейміз.